Табиғи ресурс сарқылатын және сарқылмайтын болып екіге бөлінеді. Сарқылатын ресурс қалпына келетін және қалпына келмейтін болып бөлінеді. Қалпына келмейтіндерге жер қойнауындағы пайдалы қазбалар, қара түсті асыл металдар және сирек кездесетін радиоактивті металдар, жер асты суы, құрылыс материалдары, мұнай, газ, көмір, торф сияқты энергия сақтағыш көздері жатады. Бұл ресурстың қайтадан қалпына келу қабілеті жоқ. Себебі олар бірнеше миллиондаған жыл бойында түзілген. Мысалы, тас көмір мезозой дәуірінде болған өсімдіктер фотосинтезінің өнімі. Қазіргі кезеңде кен байлықтарын түзетін процестердің жүруіне бұрынғыдай жағдай жоқ. Сондықтан олардың орны тез арада толуы мүмкін емес. Топырақ барлық материалдық игіліктің негізі. Әр адамның жақсы өмір сүру осы байлық көзінің жағдайына байланысты. Топырақтың негізгі қасиеті оның құнарлығы, яғни өсімдіктер өнімі осы қабілетіне байланысты келеді. Топырақтың түзілуі өте күрделі, ұзақ және үздіксіз жүретін процестердің бірі. Оның 1 сантиметр қалыңдықтағы беткі қабатының түзілуіне 100 жылдай, 20 сантиметр қабат қалыңдығының түзілуіне табиғатқа кеміне 5-7 мың жылға дейін уақыт қажет. Ал осы қабатты жоюға түзілу мерзімімен салыстырғанда көп уақыттың қажеті жоқ. Бірнеше сағат ішінде нөсер жаңбырмен шайылуы немесе бір жолғы шаңды дауылмен ұшырылуы. Ең әрі кеткенде бірнеше жылда, 20-30 жылда жедел эрозия нәтижесінде құнарлығынан айырылады. Топырақты өңдеуге дұрыс технология қолданылмаса, ормандар алқабы қысқартылып отырса, су және жел эрозия процестерінің күшеюіне әкеп соғады. Сонымен топырақ қалпына келетін ресурс болғанымен, оны тек қатаң қолдану тәртібін ұстау, күту керек. Дүние жүзінде өңделетін топырақ мөлшері әр адамға 0,28 гектар, ал Ресейде әр адамға шаққанда келетін егістік жердің көлемі 0,94 гектар, Германияда 0,15, Жапонияда 0,4, Қазақстанда 2,23 гектар екен. Жылдан жылға барлық елде жарамды жер көлемі азаюда. Салыстырмалы түрде қалпына келетін ресурсқа табиғи ресурстың маңызды түрлерінің бірі орман ресурсын, яғни ағашты жатқызуға болады.